Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Өнердегі бауырым. Не ғой, брат, алдын 3 ай бұрын мен кино түсіріп едім ғой. Сол кином монтажы бітіп, енді жарыққа шығайын деп жатыр еді. Ертең кешкі сағат 7-де премьерасы. Соған келсей, соған шақырып жатыр едім сені. Иә, анау тиктоктан түсіріп жатқан көрген былай үзінділерін. Онша емес шыққан ғой кино. Дым ойната алмайды ғой актерлар. Или сценарий онша емес па? Режиссер нашар болып тұр, все-таки. Келсем, он режиссер нашар енді. Асығы қатты білмейді екен. Үндемей отыра бердім сыртынан бақылап. Болды, онда ертең сағат 7-де барам. Видеоға жақсылап түсіріп, киноң онша емес болса да өтірік мақтап, инстаграмдағы историяға салып, тиктокқа таратам ғой. Как обычно, басқалардікіндей. Ой, рахмет, брат. Енді кино онша емес болып тұр енді. Маған да сол өтірік мақтаған керек болып тұр ғой сен. Басқа өтірік мақтауды өлтіресің ғой. Не ғой, сұрайын дегенім. Анау камераға өзін түсіріп, как будто шынайы жылайтын сияқты қылып көрсететін блогерлердің нөмірі бар ма сенде? Ой, уайымдама, брат. Ондайдың 100-і бар ғой. Ертең премьераңа барған барлық блогерлармен таныстар кино жақсы шықты, 10-нан 1000 деп история салатын болады, уайымдама. Киноң онша емес болса да реклама жағың дерзкий шығады енді.